екен. Неге бердіңдер маған? Айтты! Барлықтарыңызға сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен наконец-то оралдым ютубқа келдім, қайтып оралдым демекші. Мен көп уақыт бойы видео салмай кеткен едім, айып етпеңіздер. Мен бүгін ерекше пранк жасайын деп отырмын. Кейбір кісілерге бұл ауыр пранк болып көрінуі мүмкін. Мен бұл пранкты мамаға жасамақшымын. Сіздерге көрсетейін. Бутылкаға, мына бөтелкеге суретті жабыстырып жатқанда скотч дұрыс жабыспай қалды, шынын айтсам. Сөйтіп мынандай болып қалды. Бұл шошқа деген жануар, білетін болсаңыздар. Мен қазір мамаға пранк жасап көремін. Бұл ішіндегі негізі сүт. Сүт, таза сүт, кәдімгі сиырдың сүті. Ауылда апалары сатады ғой, мысалы бізді базарда отырған апалар сатады, таза сүт, ешқандай да дүкеннен алған жоқпыз. Бұл тап-таза сүт. Міне осымен қазір пранк жасап көретін боламыз мамаға. Достар, менің жасаған суретім. Бұл шошқа жануары, таза сүт бұл ішіндегі. Мен базардан сүт сатып алдым. Сен де дәмін көрдің ба? Тәтті, әдемі сүт. Тәтті ме екен? Мен де дәмін көрдім, күшті сүт екен, кәдімгі Сиырдың сүті. сиырдың кәдімгі тап-таза сүті. Ашпыш, Нұрдәулет мамаға. Дәмін көресіз ба? Көрейін, стакан қыш. Не бәрін? Өзің не ішіп атсың? Сүттің дәмін көріңізші. Освежающий ма? Сүт освежающий сүт па? Қышқылдау екен, қышқылдау екен. Бұл қандай сүт өзі? Шынымен қышқылдау екен. Ойбай, мен... Қаштық Нұрдәулет. Мұна неге бердіңдер маған? Неге бердің? Шкафтың іші тұғым. Мен әлі тұғым. Достар, сіздер түсінесіздер деп ойлаймын. Жақсы түсінесіздер деп ойлаймын. Бұл жай ғана әзіл, әрине бұл пранк ауыр. Бірақ бізді анамызға жақсылап түсіндірдік. Айып етпеңіздер, кейбіреуіне ұнамауы мүмкін. Әрине жаман пікірде, жақсы пікірде болады. Бірақ өз пікірлеріңізді қалдыра кетіріңіздер. Және де видео ұнаған болса, әлбетте сізден лайк күтемін.